1789-1799 жылдар аралығында Францияда қандай өзгерістер орын алды? 18 ғасырдың соңында Францияда жаңадан қалыптасып келе жатқан өндіргіш күштер мен ескі феодалдық өндірістік қатынастардың арасында қайшылықтар жандана түсті. Елдің экономикалық жағдайын мемлекеттік қазынаның сарқыла бастауы, сауда-өнеркәсіптік дағдарыс, құрғақшылық елдің жағдайын ауырлатты. Жағдайды түзеу мақсатымен король Людовик XVI 1789 жылы 5 мамырда Версальда бас-штаттарды шақырды. Оған ақсүйектерден 300, діни мекемелерден 300, үшінші сословиеден 600 депутат қатысты. 1789 жылы 17 маусымда үшінші сословиенің депутаттары қарапайым халық өздерін бүкіл ұлттың өкілдері деп мәлімдеп, өз жиналыстарын ұлттық, ал 9 шілдеден құрылтай жиналысы деп жариялады. Өкіметтің бұл жиналысты қуып тарату әрекеті халық көтерілісіне әкеп соқты. Үшінші сословиеден шыққан депутаттар және оларды қолдаушылар сол кезде бос тұрған Әулие Яков шіркеуіне жиналып, саяси мәселелермен айналысты. Сондықтан Яков шіркеуіне жиналғандарды халық якобиншілер деп атады. 1789 жылы 14 шілдедегі Бастилияға тікелей шабуыл жасау француз революциясының бастамасы болды. Феодалды абсолюттік құрылысқа қарсы күрессе, буржуазия, шаруалар мен қала кедейлері бірігіп кетті. Бұл бірлік 1789 жылы 26 тамызда құрылтай жиналысы қабылдаған адам және азамат құқықтарының декларациясынан көрініс тапты. Декларацияда ұлт жоғарғы өкімет билігінің қайнар көзі ретінде жарияланды. Француз революциясының бірінші кезеңінде билік ірі буржуазия мен филияндар деп аталған либерал ақсүйектерге тиісті болды. Негізінен буржуазия өкілдерінен тұратын астаналық әкімшілік құрылды. Ол Париж коммунасы деп аталды. 1792 жылы 10 тамызда көтеріліске шыққан халық жеңіске жетіп, король тақтан түсірілді. Француз революциясының екінші кезеңінде саяси билік құрылтай жиналысының орнына сайланған заң шығару жиналысына көшті. Ол жиналыста Жиронда департаментінен шыққан депутаттар үстем түсіп, ұлттық конвентте көпшілік орынды иемденді. 1792 жылы 22 қыркүйекте конвент Францияны республика деп жариялады. Конвент залындағы жоғарғы орындарға революцияны соңына дейін жеткізуді мақсат еткен депутаттар отырды. Бұл топ тау деп аталды. Оны Робеспьер, Марат, Дантон, Сен-Жуст басқарды. Таудың талабы бойынша 1793 жылы 21 қаңтарда Людовик XVI корольдің басы кесілді. Революцияның жалғасуын тоқтатып, халықты бейбіт еңбекке шақырмақ болған жирандистердің әрекеті халық көтерілісіне әкеп соқты. Оның нәтижесінде якобиншілдер диктатурасы орнады. Бұл француз революциясының соңғы үшінші кезеңі болды.